Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда мен Дәулет Сейтбеков. Әуелі айтулы оқиғалардан андатпа болсын. Сәтбаев қаласының әкімі Асқар Ыдырысов тұрғындарды жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Алып корпорацияның мінсіз бөлігі Сәтбаев қаласынан 37 шақырым жерде заманауи әкімшілік тұрмыстық кешен салынды. Сәтбаев қаласының пробация қызметінің есебінде тұрған тұлғалар Жошы хан тарихи мәдени кешеніне барды. Қалыптасқан дәстүр бойынша біз хабарымызды Кеншілер қаласындағы вакцинация барысы жайлы соңғы мәліметтерден бастаймыз. Ресми ақпаратқа сәйкес өткен тәулікте біздің 299 жерлесіміз коронавирустық инфекцияға қарсы вакцина алды. Қала бойынша вакцинацияланғандардың жалпы саны 31.451 адамды құрайды. Олардың 27.948 препараттың 2 компонентінде қабылдаған. Айта кетейік, Сәтбаев емханасындағы арнайы екпе орталығы өз жұмысын тоқтатпайды. Мамандар азаматтарды аптасына 7 күн, таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін қабылдайды. Сондай-ақ қосымша егу пункттері Акцент және Ұлытау мол сауда орталықтарында Сәтбаев қаласының медициналық санитарлық бөлімінде орналасқанын хабарлаймыз. Құрметті жерлестер, біз әлі де сіздерге коронавирустық инфекция қарсы вакцина алуға кеңес береміз. Біздің денсаулығымыз тек өз қолымызда екенін ұмытпауымыз қажет. Кеше Нұр Отан партиясының Сәтбаев қалалық филиалында қала әкімі Асқар Ыдырысов азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Тұрғындар жиында өздерін толғандырған сұрақтардың жауабын алды. Қабылдауға қаузалған мәселелердің жай-жапсарын Еркенас Шоқан тарқатып айтады. Нұр Отан партиясының Сәтбаев қалалық филиалында азаматтарды жеке мәселелері бойынша кезекті қабылдауда қала әкімі Асқар Абылайұлы Ыдырысов жүргізді. Азаматтар негізінен тұрғын үй, әлеуметтік көмек, жұмыспен қамту, жертөлелердегі кәріз мәселелері бойынша сұрақтар қойды. Қала әкімі барлық өтініштерді жіті тыңдады. Азаматтарды қабылдау іс-шарасында сонымен қатар тиімді және тез шешім қабылдау мақсатында қала әкімдігі бөлімдерінің басшылары мен өкілдері қатысты. Содан былтырда 2 комнатада спальня мен детскийде малый залда екеуі қарама-қарсы, екеуінде жылу болмайды. Қыстай осы қайта звондаймын. Жылу жоқ. Қайтадан звондаймын, шамалы береді, сөндіріп тастайды. Саяқтарды тексердіңіз бе? Саяқтарымыз бәрі шіріп тұр. Үйдегі ішінде. Жоқ, үйдегімді ауыстырдым, мен үйдегімді. Ауыстырдыңыз, ауыстырдым, былтыр ауыстырдым. Қала әкімі Асқар Ыдырысов тұрғындардың өтініштерінен кейін мүлік иелерінің бірлестігімен жай серіктестік құруды ұсынды. Бұл адамдарға өз үйін басқарып қана қоймай, күрделі жөндеуге қаражат жинауға, қаражаттың түсуіне және ақшаның мақсатты жұмсалуына мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді деп түсіндірді. Мы Сатозалыку столько денег выплатили за эти все годы, и Сатозалык, получается, что нам сделал? Вот что нам сделал он за эти годы, сколько мы существуем? Пока они работают, вы требуете, завтра комиссионно обследует, но надо переходить на УСИ. Пока на УСИ не перейдете, проблемы ваши решаться не будут. Вот смотрите, в чем разница, я вам объясню. Вот КСК или Сатозалык, да? Вы платите сколько вот за КСК каждый месяц? 2 с чем-то, у меня двухкомнатная квартира. Вот вы 2 с чем-то платите. Қанша төлейсіз? Да, вот 2 мың. Вы видите, куда деньги уходят? Вы понимаете, куда деньги уходят? Ну, вообще знаете, вам говорят, куда они уходят? Не знаем мы никуда. Вот, видите, не знаете, куда уходят деньги. А если вы создаете УСИ, председатель совета, потом управляющий совет, минимум 3 человека должно быть. У вас 2 счета будет, один текущий, один сберегательный, второй сберегательный счет. И все деньги, которые поступают на эти счета, жители будут видеть, куда ваши 2000 тенге уходят, на какие расходы, вы вправе сами его проверить. Вам будут счета доступны. Қала басшысы тарапынан тұрғындардың мәселелерін шешуге қатысты жауапты мамандарға тиісті тапсырмалар берілді. Еркенас Шоқан, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев.
Қазақмыс корпорациясының соңғы жылдардағы ең ауқымды жобасы Жыланды кенішінің құрылысын іске асырудың тағы бір кезең аяқталды. Сәтпаев қаласынан 37 шақырым жерде әкімшілік тұрмыстық кешен салынды. Мұнда барлық тұрмыстық ұсақ түйектерді басқару барынша автоматтандырылған, ал орын барлық заманауи стандарттарға сәйкес келеді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Заманауи бақылау өткізу пункті, көп функционалды тұрмыстық және әкімшілік корпус, 200 орындық асхана, шам бөлмесі, медициналық кабинет, көлемді тұрақ. Мұның бәрі Сәтпаев қаласынан 37 шақырым жерде орналасқан Қазақмыс корпорациясының жаңа әкімшілік тұрмыстық кешенінде. Қазақмыс корпорациясының басқарма төрағасы Эдуард Огай және бірінші орынбасары Андрей Гайдин, сондай-ақ құрметті қонақ саясаткер Ерлан Нығматуллин аталған нысанның бірегейлігіне көз жеткізді. Мұнда барлық тұрмыстық ұсақ түйектерді басқару барынша автоматтандырылған, ал жабдық барлық заманауи стандарттарға сай келеді. Жаңа әкімшілік тұрмыстық кешенде өндірісте ғана емес, қызметкерлермен өзара іс-қимылдың барлық кезеңдерінде де жедел және үйлесімді жұмыс қағидаттары қолданылған. Біз әр қызметкерге әр кезеңде жайлы болу керектігін басшылыққа алдық деп атап өтілді инновациялық нысанның таныстырылымында. В принципе, в прошлом году была принята... Негізінде мұндай вақтылық режимдегі оның ішінде жай ғана емес, заманауи жаңа кент құру концепциясы былтыр қабылданған болатын. Жыланды кенішіндегі әкімшілік тұрмыстық кешен пилоттық жоба. Өздеріңізде байқадыңыздар ғой, бір кешеннің өзінде қандай дүниелер бой көтергенін. Енді жұмыскерлер басы артық шығындалмайтын болады деп сенемін. Кешеннің қауіпсіздігіне кәсіпорындағы қызметкерлердің кіруін бақылау мен басқарудың автоматтандырылған жүйесі жауап береді. Әр қызметкерге жұмысқа орналасу кезінде әмбебап кілт карта беріледі. Оның арқасында жұмыскер кешен аумағына қол жеткізе алады. Тұрмыстық кешенде өзінің жеке шкафын аша алады, асханадағы тамақтың ақысын төлеу және арнайы киім ала алады. Ал басқа бағдарламалық қамтамасыз ету интеграцияланғаннан кейін медициналық куәландырудан өту және жұмыс уақытын есепке алу қызметкердің жеке кабинеттегі барлық деректерін жинау арқылы қолжетімді болады. Начали его строить. Бұл кешен бір жылдың ішінде салынып бітті. Былтыр тамыз, қыркүйек айларында бой көтеріп бастаған болатын. Енді бүгін міне тапсырды. Мердігер ұйым дайындық жұмыстарынан бастап кешеннің өзі алаңға жөндеу құрылыс жұмыстарының барлығын атқарды. Ал дәл қазіргі уақытта кешен 1200 адамға дейін қабылдауға қауқарлы. Қазақмыстың тарихында мұндай кешеннің алғаш болып осы жақта ашылып жатқанына өте қуаныштымын. Еркина Шоқан, Аян Куханов, Ақшам телеарнасы, Жыланды кеніші. Күні кеше Сәтпаев қаласының пробация қызметінің есебінде тұрған тұлғалар қасиет тұнған өлкеде орналасқан Жошыхан тарихи мәдени кешеніне барды. Тарихымызбен тереңірек танысуға мүмкіндік берген сапар жайында толығырақ тілші Диана Әбдіқалықованың бейнесюжетінде. Таңның атысымен Сәтпаев қаласының пробация қызметінің қызметкерлері есепте тұрған тұлғалармен бірлесіп қасиетті өлкеге сапарға аттанды. Олар Жошыхан тарихи мәдени кешеніне саяхат жасап, мұражайдағы құнды жәдігерлермен танысты. Мұндай тарихи тағылымы мол шараны Сәтпаев қаласының пробация қызметі және аяулым қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. Бүгінгі таңда пробация қызметі аяулым қоғамдық бірлестігімен бірлесе Сәтпаев қаласының пробация қызметінде тұрған сотталған тұлғаларға ата-бабамыздың тарихын зерделеу мақсатында Жошыхан кесенесіне іс-шапармен келдік. Жалпы іс-шараның басты мақсаты сотталғандарды оңалту мақсатында осындай ата-бабамыздың тарихымен таныстыру болып табылады. Осыған орай арнайы тарих пәнінің мұғалімі келіп, іс-шараға қатысушы тұлғаларға еліміздің осы Жошыхан кесенесінің жалпы тарихын түсіндіріліп өтті. Болашақта әлі де осы аяулым қоғамдық бірлестігімен жүзеге асыратын іс-шараларымыз бар. Іс-шараға қатысушыларды мұражайдың басшысы қарсы алып, шағын экскурсия жасады. Бұл тарихи мәдени кешендегі әрбір жәдігердің тарихы тереңде жатыр дейді Бақытжан Көпбаев.
Сіздерде жаңа тарихшы бөлімінде бұл тарихшы болса өзі айтқан шығарсыз. Жошы хан кесенесінің жалпы Жошы ханның архитектуралық ерекшелігі не нәрседе екендігі, бұл кесенеде кімге салынғандығы және қалай салынғандығы, мынау қазақ даласындағы архитектуралық ескерткіштердің барлығына дерлік көбісінде өзіне тән ерекшеліктер бар да, сонымен бірге бүгінгі таңға дейінгі мықтылығы бұзылмай сақталуында бұлардың ерекшелігі. Әрбір аңызда, әрбір тұрғыдан айтады, мысалы, Жошы хан кесенесінің мазарының өзінің салынуы, Жошы хан кесенесінің мазарының өзі салынуы, бұны кірпішті, жылқының сүті, ешкінің қылы қосылған деген сияқты, қойдың құйрығының, қойдың майымен сыланған деген сияқты барлық айтылып келеді. Бірақ ең қызығы Жошы хан кесенесіндегі бүгінгі таңға дейін осы қазақ даласында құйылған кірпіштердің қаншалықты температурада толық қандай күйдіріліп жасалғандығы толық белгісіз. Сапар соңында іс-шараға қатысушылар кесене маңындағы өзенге барып тазалық акциясын өткізді. Сондай-ақ азаматтарға арнап ыстық тамақ пен шай ұйымдастырылғанын атап өткен жөн. Жыл сайын Жошы хан кесенесіне алыс жақын жерлерден тағзым етіп келушілердің саны өте көп, ал кесене маңында бой көтерген тарихи мәдени кешеннің іске қосылуының арқасында өңіріміздегі туристердің саны 2 есеге, тіпті 3-4 есеге артады деген үміт бар. Диана Абдықалықова, Аян Коханов, Ақшам телеарнасы, Ұлытау ауданы. Бүгінге айтарымыз осы. Алда орай болжамы және орыслық жаңалықтар. Қымбатты телекөрермендер, бізді ақшам.tv сайтынан да көре аласыздар. Келесі кездескенше ұлттық санамыз жаңғырып, елдігіміз жасай берсін мәңгілік. Аман, сау болыңыздар.